Алталашты арысым, бүгін туған бал үшін, аттан қазақ атқанның тәуелсіздік ту үшін. Аттан Қазақстан, аттан көш баста, келешекке ғасырға исі қазақ арманы, ниет етіп Алланы, мемлекеттің қазақтың иман жолын құруға, аттан көш баста. Амин, Аллаху акбар. Амантай? Да. Я тебя знаю около 50 лет. Вот. Это замечательный человек, Да. Настоящий герой, настоящий казак, сын своего народа. Ай! Ата Казахстан! Ай! Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ve elhamdülillah. Allahu Ekber. Allah berden Allah. Allahu Ekber. O Kazak'ım, yelim yerim, Kazakstan'ım, ben İslam'дағы Müslümanlarım. Ulu Peygamber'in tuğan ayı Mevlüt kutlu olsun. Kazak'ım, yelim yerim, Kazakstan'ım. Attanın yengbeklerin, attan Kazak'ta beymişirin, Kazak'tın, İslam'ın, beybitin dünyayı kötergenini bilesizler buna. 30 yıldan artık poligondu şavup, oran Kazak'tan toyun bozup, Erbahtı kulatıp, bağışta alıp verip, yendi imanı mevcut kuramızı orandamışım. Bizge şettiği yürgün şehre, buna dünyasının, bizim ata babalarımızın, Müslümanların, o da bir, orada bası ne kovulat. İgifit, piramidaların üstünde, Kazakistan, tevhüstlük tuğun, Beybut tuğun, Mevlütan'da, İslam tuğun, Peygamber'in bunu kötürümge, Allah yakında beletimiz var, attaşıma bağırıp tağımdın payaramız üstünde Kur'an okup sıyırdı Allah'tan sınıp imadın ne bereket bol. Kazakistan öte kuvveti zor, mıhtı, medeniyeti büyük, intibağı mol, kut bereketi zor, olup mâgı bakı Şasay vertip Allah'tan sırayımızı. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Rabbena ve atina fiyeddene ve hakkına. Allah cezkisi versin. Amin, Allahu Ekber. Attan Kazakistan. Amantay yaşasın. Bismillahirrahmanirrahim. Братья и сестры, товарищи, друзья, казахи, мусульмане, казахстанцы, православные, великий месяц священный, святой для мусульман всего человечества, Мавлюд. Месяц рождения великого нашего пророка, который Аллах послал, последний пророк для рассвета всего человечества. И он по всем религиям сказано, что последний пророк, Мухаммед пророк, ислам придет, это Иисус Христос завещал. Вот в месяц рождения Мавлюд, наш оттан всеказахстанский марш мира, хочет поднять знание Казахстана, ислама, мира, антиядерной борьбы за братство, за мир во всем мире, против империализма, капитализма, шовинизма, национализма, против войн, против мафии и коррупции. Аллах, дай нам дорогу счастливого возвращения. Мы в прошлом году, мои дочери Бибигуля и Аймана поднимали уже знамя Казахстана. Там это покажет сюжет. А в этом году, в месяц священный, Аллах мне вдохновляет, направляет. Я уверен, Аллах нас доведет к счастливой встрече, счастливому возвращению с Богом, братья, за Божье государство, за братство, без мафии и коррупции, чтобы Казахстан вечно процветал со всем миром, человечеством, всеми людьми, чистой, частной воли всего мира. Аллаху Акбар! Аттан Казахстан, за мир всех стран. Аттан Казахстан. С Богом. Спасибо. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Неке құрметті көрермендер, аңызадан бүткіл әлемге танымал, тарихта өз орнын алған біздің Амантай Қажы ағамыз бүгін Мысыр елі, яғни сонау Бейбарыс бабамыз сол елді басқарған, Әл-Фараби бабамыз сол елде жерленген. Неке сондай керемет жерлерге осы жақын арада перғауындар патшасы сонау заманда өмір сүрген. Солардың пирамидасы дейді ғой, солардың жатқан жерінде барып, Қазақстанның көк туын желбіретіп,
бүткіл қазақ елінің рухын көтеріп, екі елдің рухын бір-біріне байланыстырып, тоғыстырып, достық мақсатта және ел арасындағы достықты жақындатып, бұрынғы үзіліп қалған байланысты одан арға нығайту үшін Амантай қажы үлкен іс атқарып келді. Құтты болсын. Оған біздің бұрынғы еліміз егемендік алған сәтте, егемендіктен бұрын Қазақстанның муфтиятын мына Ташкент, Өзбекстаннан бөліп алып шығарып, Қазақстанның діни басқармасын құрған және көп еңбек сіңірген алғашқы муфтиіміз Хазіреті Ратбек қажы да үлкен бүгістікке қуанышпен қарсы алып, өзінің ақ тілегін үздіксіз жаудыруда. Яғни оның ар жағында үлкен бір мән бар. Оның қандай мән екендігін қазір аңыз адам Амантай қажының өз аузынан естісек. Ал енді қош келіпсіз. Осындай ыстық күнде, шілдеде анау сапар шегіп барып келудің өзі де оңай емес, жол жүру. Бірақ сіз соған қарамастан бара салып, сол пирамиданың жанында көк туды желбіретіп, сол жақтағы арабтардың рухын көтеріп аттандаған кезде мен білемін, сіз өйткені Меккеде солай жасағансыз. Ана Мина тауында таң атқанша Аллаху акбар деп айқайлап тұрдыңыз ғой. Аттан Қазақстан, жасасын Қазақстан дегенде арабтар да бірге Аллаху акбар деп бүткіл мына шатырлардың бәрі дірілдеп кетті сол кезде ұрандаған сәтте. Ал дәл сол оқиғаны көз алдыма елестетіп тұрмын. Египет елінде де, Мысыр шаһарында солай болды деп ойлаймын. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай оралдыңыз? Айналайын, бисмиллахир-рахманир-рахим, Аллаху акбар. Жолда сіз жақсы айтып жатсың, құтты болсын деп. Қазақ халқының, енді бұны кең айтсақ, исламның Қазақстандағы біреу деп айтылмаған өте қиын. Бірінші деп айту, сен еңбегің зор Қазақстанға, исламға. Сенің мына сөзің, мен сені оны біліп отырсың. Сен өзің Египетке барғасын, басқасын бәрін көрдің, жаңа ғана Меккеге біраз қажыларды апарып, умраға өткізіп, бізге жай намаз әкеліп, шапан әкеліп, айналып, зәм-зәм су әкеліп, тәшіп әкеліп, құтты болсын. Бірақ мен саған бұны айтпасам, мына теледидар түсінбей қаламын. Мен қазақи имамды мемлекет құру, полигонды жабу, аттар, оның бәрі біледі. Иманды мемлекет құру, адал, таза, әділеттік жолмен, қазір оны Қасым-Жомарт Тоқаевты аман болсын қабылдап, өзі ұрандап тұр, құтты болсын айналайын. Аттан Қазақстан халық штабының қолбасшысымын. Біреулер Амантай қажы дейді, Амантай қажының өзі біледі. Аттан қазақи ұйым, оны неге мен ұйымды айтам? Бұлай жеке басы, халық болмаса, ұлт болмаса, мемлекет құру үшін имамды, қазақи, бейбіт жолмен көтеріп қоғам болмаса, Қазақстан мемлекет бола алмайды. Сол мемлекеттік туын Алланың арқасында, Алланың жолымен, Алланың бұйрығымен қолдап, бізді құттықтап, бізді ұрандатып, қолдап тұрған тек Алла. Амантай қажы аттан Қазақстан иманы өт. Алланың жолы жұмысы нөл. Мен ана атақ, абырой іздемеймін, дүние тем более. Қазір бұны жаңағыдан қараш, бұл тарихи жағдай. Полигонды барып жапқанды да Алладан аян алып, жабылаты күнін 29 тамыз 1991 жылда мен 100 күн бұрын айтқан. Соңын алacağım. Басқалары жеңістер көп енді. Айтып шаңырақ көтеру. Біз бара шағамызбен, өзім қыздарыммен, мына жігіттер мына бақытқана беріп отыр. Ол жетісудың жігіті. Бізді шығарып салды. Аттан Амантайға жасалтып ұрандап. Арнайы келіп, естіп, құттықтап, үйде шай ішіп, қазір айтады ол тағы да. Ол неге айтып? Ол ту көтерген жігіт. Алаңда 7 қараша 90 жылы Орыс империясы ұрып тұр әлі. Қазақстан егеменді ел емес. Ол менің батамен, менің де ықыласыммен. Оны тағы да екеуміз барып ислам бешетіне баталғанбыз. Сол кезде Ратбек қажы бізді бірінші қолдап. Қандай патриот. Ратбек қажы, сен дұрыс айттың, 3,5 жыл тарихы бар. Египетке пирамида барып Қазақстан туын, ислам туын сен айтпадың. Бейбіт туын пайғамбардың туған айында
туған күнде 27-ші 40 қой. Қараш. Соны араттар, мен ана Шербашев мейманханада қыздарым маған путек болып берді. Менде ақша жоқ, ақшаның бәрі мен зағыптарға берген адамын. Оны қанша жыл қамқоршыға сен білесің, көрсеттің. Мені 20-нен артық талай айттық қой, бірінші этажда тұрам. 23 бала шағам бар. Мен қиналып отқан жоқпын. Мені жақында 40 береміз. 14 мына қазан күйі, Ажы Қазан Орзақұлов 5 жаста соқыр 100%. Күләші елі жылап отыр. Азамат Айтжаным әрі келіп ас бердік қой. Мені 14 күні Ақсай 3 Үлжу деген мейманхана, тамхана сода ас береміз. Сені шақырып отырмын. Мен біраз жігіттер шақырып отырмын. Олар өздері келейін деп отыр. Тоқаевқа арыз жазамыз деп топтанып, оның атын айтуға болады міне. Медет Баданбаев. Мына автотранспорттың кореялар ғой, ақсақалдардың төрағасы. Бұл қалай? Амантай қажы аттан сіз 30 неге өкімет көмеспейді? Мұңдаған фот жинап Тоқаевқа жөнбекші. Айналайын, маған ол Тоқаевтан сұрап алып жалынатын жағдай жоқ. Олар өздері іздеп білім керек. Қазақстан үшін, ел үшін, отан үшін. Ол енді айналайын, мен пирамидаға неге бардым? Қараш, тарихи ба. Фараондар, мен соны ойым жеткеніне қонам. Тағы Мәуліт айы, Алла көтеріп тұрған. Менің үйімде былтыр пайғамбардың туған айында, былтыр мына 24-ші қыркүйекте үлкен сарайда Мәуліт той өтті ғой. Былтыр мен соны жазып үйде іліп қойғам, сол ескірмеп, соны барып көтердік. Bir жыл тұрды үйде, аттар шабында. Ұлы пайғамбардың туған айы Мәуліт құтты болсын, иманды мемлекет құрамыз, қазақи мәдениеті биік, ынтымағы зор, өте қуаты, қайраты мол, бірлігі зор, мәңгі бақи жасады. Мені Алла көтеріп тұр. Мені Алла көтергенде, соны мен сөзі жеткіземайын. Ал мені қыздарым путек алып берді. Оның алдында Аймарым, Бибігүлім бар, пирамида Қазақстан туын көтеріп, көрсеттім. Аттаның туын көтеріп. Менде ақша жоқ, солар атты. Мен таңғалдым. Сонда мына Шербашевте мейманханалар көп екен. 250 мейманхана қыз тегізеді. Соның бір енді орташа әжептірме кіргенде араптар, менің таяғым бар, қалпағым бар, шапаным бар. Аллаху акбар! Ассаламу алейкум! Египет! Хаж Абрур, аттан Қазақстан, Қаж Амантай, салам алейкум дегім. Осы жиналып араптар. Ой, ойдың орыстарында көп екен. Ол дүниеде берген. Украиндер көп екен. Қазақтар көп, өзбектер көп, араптар көп, ағылшындар көп, француздар көп, итальяндар көп, француздар көп. Мен енді ала халық бар жиналған кейін, мен енді қазақша айтам, орысша ұрандайым, итальянша. Асуламия, my friend, атем дегім, итальяндар өлең айтып, мен оның арғарай қазағым, Қазақстан жасасын, Қазақстаннан келдім орысша. Менің елім, менің жерім, гүлің болып, егілемдім. Атан Қазақстан, жасасын, сөйті қазақтар жиналып, қатан Қазақстан, Қаж Амантайға жасатып, қосылып, гимн айттық. Бұл тарихи жады. Олар оны түсіріп алды. Ал бұна қазіргі көрсетесі ғой. Пирамиданың ту көтеріп басында, қасында, Құран оқып, Алладан сұрап, ұлы мемлекет болсын деп. Оны кейін жаңағы үлкен музейлері бар екен. Оның алдында бейбарыс мешіттің ішіне кіріп, садаға беріп, имамдары, мен де дуа оқимын, қарсы алып, нағылып, дуа оқыдым. Оны міне сөйде жүрген қазақ жігіттер айналайын. Айдархан, баған ашыл атым, жігіттер, жамыл жігіттер түсіріп салып. Мен оны танымаймын. Сонда олар, Қажеке, сізбен осындай бір мейманға келіп, біріне қайырға бардық қой. 550 километр екен, барып келу. Барасың, түрі бойы, наласың, жүресің, 1 сағат бірде. Соны ақып, көп ықыласын білдіріп, аға түсіріп, солар сізге жүріп. Соларға рахмет айтайын. Бұл неге айтыр? Қазақ халқы қазір көтерілді. Қазақ халқы 2 жылда өзгерді.
Тоқаев келгелі бір. Қазақ халқында қазір бір сенім бар, сезім бар. Ана Нұрсұлтан Назарбаев бірінші президент аман болсын талай бата берді қой, ақшасын бәрі қайтасын. Мен соны талай айттым, сен қорықпа. Одан кейін мен саған үлкен жаңалық айтамын. Жақында ғана бұл Тоқаевтың 70 ұрылар, бұрынғы министрлер, әкімшіліктер, мафия коррупция сотталып түрмеге салды. Ол мен переведе жүргенде Египетте. А сен жұлдыз осы бәрін наласында, налы бір какой-то қорқасың, мен соны таңғаламын. Ол қазақта сондай үрей бар. Жау жоқ, ойбайлап отырады үйінде отырып. Оны Димаш Ахметович Қонаев айтты. Сен халық үшін көрсеттің, рахмет, жаныңды бересің, сенің халқың үйде отырып топ ішеді деді. Асанбай ағамыз айтты, сен қазақты ұлы батырсың, ол енді сөздері жетсемайды. Бірақ сені қазақты қамшыға салсаң да жүре алмайсың деді. Ал енді мен айта берсем, бұл қазақты ұлттық кемшілігін, оны Ыбырай Алтынсарин кеше телевизор беріп жатыр. Мектеп салып жүрсе, соған қазақтар үстінен арыз жазған екен. Не деген сұмдық? Ұлтымыз иманға келмей, қазақы ұлттық дәстүрімізді сақтамай, оны қорғап, жабырақат жатып, көз сөйлеп, аз біліктен ешқандай пайда болмайды. Міне, енді көтеріп тұр, мен сол сезіп тұрмын. А сен жұлдыз заман бол, әне күні қандай жақсы передача. Мен арнайы халықтың атынан, мұсылмандардың атынан, Тоқтар бауырым, ол аттаншы, мен оны ұруын айта берсем, нағашым маған керек болса. Өскеменнен шыққан сондай алыс жерден шешесін білем. Қайсы болғанда көңіл айтып, нағашым ол қазақтың ұлттың намысы. Афганда соғысқа бекер барған. Бірақ ол Орыс империясының нағашын алып көрдік бе? Қайсы болды 9 жыл, сен оған құтты болсын. Сен ол сезіп, меңа рахмет деген сөзбен сызып тастапсың. Сен кімсің айналайын менің сөздерімді өшіруге? Сен ана ойың, Тоқтар сенің күйеуі, Амантай қажы жұлдыздың күйеуін бақты. Ол өтірік айналайын, оның ойың дұрыс емес. Ол қазақтың ер батыры. Шейх біткен керек болса. Мұны Афганистанға барып ауырып өп келді. Бұл Орыс империясы саясаты. Мен сол үшін айттым. Ол елдің азаматы. Сен менің сөздерімді өшіріп тастап. Мен саған көзің айтам, жұлдыз. Сен айналайын, мен ашық айттым. Мына ашыға қажды. Менің батамен жүрген жігіт. Оның бойында батыр. Жақында шақырам деп отыр. Ол зор имамның бірі. Ратбек қажының айтқан сөзі, Амантай қажы дейді, таңғалам дейді. Сені Алла тағала баяғы 30 жыл бұрын қолдап, қорғап, көтеріп жүреді. Қазір одан сайын. Сен шаршамайсың, одан сайын зор табысқа жетесің. Сол табысқа, жұлдыз, сен бірге боламыз айналайын. Мына бақытқан аберім аман болсын. Ана аттан Қазақстан деп айқырап тұрып, халыққа керек ол. Мен атаққа, таққа, мына қарағы депутаттарды. Ой, айналайын. Бұлар сайлауға мен қазір, бұлар сайлауды санамайды менің дауысымды. Мені 4 миллион Алланың арқасында полиция қолдаған қазақ. Мен солай жұлдыз. Бірақ мен саған тілектеспін. Сенің нең, одан кейін менің сөзімді тағы айтып отырмын. Мына жерде бір жер сыттысың, мен сені сотқа беремін. Шариат сотына. Ей, қалай сені? Біз Тоқаевты мен қолдағанда, аттан, халық, ел болып, оған сол жетпей тұр. Мен бұны ел үшін, отан үшін, Қазақстан мемлекет, бұны үшін айтып тұрмын. Бақырып, ақырып. А сен қандай зор журналистің? Ана, мен Тоқтар бауырымда, айналайын, сенің саған рахмет, мен көз жасып алып тұрмын керек болса. 9 жыл сенің қарап, қандай елді ұмталай бірге болдық қой. Шешесі де қандай маған риза болды. Баяғыда сенің анаң қайтыс болғанда, мен шешесі қайтыс болғанда Құран оқыған. Сен оны, ол ел, отан деп сен бірінші ойлауың керек. Неге? Саған тегі жоқ мына Қазақстан журналистер. Мына қара, пирамиданы мен түк көтеріп, бұл жаңа неда бір қалай қадалдар бермей отыр. Онда олар сорлы бишаралар. Ол неге ондай болған білесің бе? Дариға Назарбаева деген ұры әйел 5 рет күйеуішқан, соларды қысқаға олар соған мылай құлба берген. Мына Серік Аббас-Шах, Мейрамбек жаңалықта істейді. Хабар Қазақстан. Көрсетілді мен үшін емес. Ерге, бұны Тоқаев халық үшін, ел үшін дұрыс айтты. Көрсетіп. Бұл халыққа керек. Бұл дүниені көрсетіп жатыр. Аттан жағын. Жақсы, Амантай. Дұрыс айттың ба? Дұрыс айтып жатсыз. Кешірім сұрайсың ба? Сізді енді бүткіл халық Қазақстан жедел жәрдем атап кеткен ғой. Скорый помощь дейді, қазақша жедел жәрдем. Жоқ, ол зағиптар айтады. Зағиптар да айтады, қарапайым халық. Кім биліктен кетсе, ол далада қалады.
билік барда барлық адам жақсы, билік жоқта қолда ақша жоқта адам емес, шыбында ұшып кетеді жаны. Сондай сәтте Амантай қажы барып ол кісінің көңілін аулайды. Немесе біреудің үйінде біреу қайтыс болып қиналып жатса, Амантай қажы қолына ақшасын алып арқасына қойын арқалап Амантай қажы жетеді. Қай жерде кім қиналады, сол жерде Амантай қажы. Немесе адамдар көшеде қалып қояды, осы жаңағы зағиптардың үйін салам деп айтуында да сөз жаны бар. Өйткені көп көшеде қалып қойған әйелдер, жалғызбасты аналар, немесе зағиптар, ауру жандар, енді қоғамда болғасын барлық бес саусақ бірдей емес қой, әртүрлі әлеуметтік тұрмысы нашар адамдар Амантай қажының есігін жағалап, сол жерде жаңағы бергенін бір жапырақ нан болса да бұл кісінің бергенін батасын алып тамағын ішіп жүреді. Ол есіктің алдында киіз үй құрылған. Енді сол киіз үйдің орнына бір 4 бұрыш кішкене ғана бір шағын үй салып берсе Амантай қажыға, онда үкімет тарапынан салынады деп ойлаймыз. Бүткіл Қазақстандағы жоқ жітік адамдар билікке жеткізе алмайды, олар өздерінің көз жасын. Олар Амантай қажыға жеткізеді және Амантай қажыға сенеді. Халық арасындағы, халықтың өзінің арасындағы сайлап алған депутат десек болады. Үкімет арасындағы депутат емес бұл кісі, билікте отырған. Бұл кісі қарапайым арасындағы халық өз қолынан жасап алған депутат. Оған дәлел өткенде мына қазір келіп отыр, аттаншы деп отырдық, Ақылбек, Бақытқан. Бақытқанда көмек сұрап бұл кісіге келді. Бұл кісі өткенде эфирге шығарды, көмек жасап жатыр. Қазір риза болып бұл кісі қарсы алып отыр бұл кісі. Ол өзден бұрыннан батыр айттық қой. Батырлығы да бар, және қиналғанда сіздің жаныңызға келіп тұр ғой енді. Ол қиналған емес, ол қиналатын жігіт емес, ол батыр, ол просто маған ақпаратқа, хабарға беруге себеп бар да, оның өз еңбегі бар. Ол ауылда жүріп, сондай ерлік жасалыр, сөздегі ақымақтар. Бұның үйін тонап, әйелі 7 бала туған. Бұның қай жағынан болса? Мен айналайын, сен бұны тағы айтатын Тоқаев мына қазір неге бата беремін? Ол біздің ұрандарымыз бар, қабылдап отыр ғой. Сен соны неге айтпайсың? Тоқаев ол неге қабылдап отыр? Басқа жол жоқ. Басқа жол жоқ. Мына біздің қазақ халқының бір үлкен қатесі бәрі ұлт емес. Бастыққа сыйынады. Адам деген шолта болмайды. Алланың дегені болады. Алла жарылқап, Алла мені қалайды, дүниеті көтер. Міне қараңыз, мына қараңыз, ой, пірай. Мен Алла болмаса, менің анам әулие болған. Қылтымас 7 ұл туған. Ол зәуір әулие болғанда айтқан бәрі келді. Оны бүгін ол сұқ біледі. Балам тасыма, сен дүние шығасың деді. Менің әжем әулие болған. Мына Қоңырат Түркібай деген батыр болған. Сапқоз бар. Әжем Найман Қабанбай дейді. Өзі бабам талай тұрмыз ғой. Ташкентте билеген, хан болған, Тұрсынхан. Екінші аты Мұхаммед Сұлтан. Ана Ақсақ Темір дейміз ғой, айттық қой. Әмір Темірдің қасында жатыр. Оны баяғы Самарқандтың әкімі Әбілғазы осы апарып қойған. Біздің қазақтар Ташкентті Бұхар ханына Есіпхан деген ұры болған. 2 қызын алып, Бұхар ханның Иманқұлықты алып Ташкент сатып жүрген. Төле би бабам жатыр. Соның аруақтары мені ұрандады. Көтеріп тұрған Алла тағала. Бұл тектілік дейді ғой. Да. Тегі жармаған дейді. Тегі мықты дейді. Енді қазақта бірінші қыз таңдағанда тегі қандай екен деп сұрайды ғой. Бұл кісінің анасы қыз тумасы жаңағы айтып отырмыз ғой. Өте текті, Қабанбай батырдың ұрпағы. Сол жағынан қарағанда сіз... Әжем Қабанбай батыр, Найман. Анам Түркібай батырдың да. Енді 2 батырдың ұрпағы болғандықтан қазіргі заманда Бауыржан Момышұлы бұл заманның деп Амантай қажыны айтады ғой. Амантай қажыға теңеулер өте көп. Әр жазушы, әр журналист, әр қоғам қайраткері, әр әкім бұл кісіге өздерінше керемет баға берген. Ал Ратбек қажының берген бағасы өте жоғары баға, Омар Халиф деген атақ берген. Омар Халифті білесіздер, тарихта өте шыншыл, бүткіл Меккені дірілдеткен, барлық адамдар одан қорқып аяғынан тік тұрған, тіпті шайтандар қашқан дейді, Омар Халиф келе жатқанда. Ал сондай атталған адам, Ратбек қажының берген батасы, рас айтқан сөзі. Амантай қажы көшеде келе жатса, барлық адамдар микрофонсыз Аллаху акбар дегенде бір көшедегі адамдар жиналады. Ол кісі аяғынан бұлай осынша көтеріледі, Аллаху акбар дегенде. Бұл да Алланың берген, бұл кісіге берген ерекше бір қасиеті деп ойлаймыз. Сондықтан осындай адам арамызда бол, біз сұхбат алып отырмыз, біз қуанамыз.
арамызда мықты адам бар. Айналайын Жұлдыз, саған рахмет. Радбек қажы оны өте қиналғанда, әбден көзі жеткенде ол өзі айтты. Мен талай жыл қызғанып дейді отқан сөзі. Мен айтпай жүрім, бірақ айтпаса болмайды екен, өміріме қауіпсіз екен. Ол Алладан аялаған, түс көрген. Мен Радбек қажы мені айтады, бір қуанып, айтсын мақтарды. Мен кім екенімді мен өзім білем, Алланың қолы тұр, мен оны сеземін. Сен өзің көрді ғой, 91 жылы қасымызда Назарбаев тұр, Нұрекең аман болсын, әлі де тектеспін. Халықтың ақшатасы қайтарсын. Нұрқадилов тұр. Мен бәрі итеріп жүріп, ол Нұрқадилов иманды болғыр. Заманбек басында Құран оқыдым ғой. Жазды, Амантай қажы орысша да қазақ итеріп жіберіп, менің Қазақстаным барқырағаннан дауысымен айтып. Ол кейіннен гимн болды. Сіз оны Мәдинада, Мәдинада жүргенде бір топ адам ол кезде суық су ішіп қояды, бәрі зәмзәм суды. Төрт қабатты қонақ үйде бәрі жөтеліп ауырып жатыр. Бәрі жатыр, аталар, апалар. Амантай қажы кіріп келді. Менің елімді ұрандап айтты. Ол кезде гимн болған жоқ, әнұран болған жоқ. Жатқан шал кемпірлер, аталар, апалар орнынан атып тұрды бәрі. Бірақ көшеге бүгісінің артынан ілесіп, бүгісі Мәдинада менің елімді айтып келе жатыр, қолында ту. Артында бір топ ауырған кемпір шалдар жазылып кеткен, ұмыт кеткен, бір рух көтеріп әруақты дейді ғой. Сондай келгеннен кейін, бір айдан кейін жаңағы менің Қазақстаным әнұранға айналды ғой. Енді сен берді Жұлдыз өте айту керек. Мен 33 жыл мына егеменді елдік уже 32 жылдан асты ғой. Мен үкіметтен, ақыматтан, мемлекеттен деп барам. Но халық көңілі олты ол басқа жағдай. Маған президент Назарбаев рұқсат берген емес. Ал менің атымды жұтып көр жайқын. Ата-ана Амантай қажы айтқанда Жамбылда 2000 жылдығында Таразда мафия коррупция жоқ дейді. Соны біреулер дейді, бұл Амантай қажы Назарбаев екеуі дос екен деп. Ол саясаткер, ол менің атымды айтып 2 сағатқа шықпады. Мен Амантай қажы сыйлаймын, қалып сыйлаймын деген. Аман болсын. Бірақ оның ана қайнатасы тілектес ес болып, қазір айтып отыр. Нұрекең айтады дейді. Айтқан сөзі жауап берсін. Амантай қажыдай қазақ, бірақ Қазақстанда. Шындық адам, ақиқатты бақырат, ақырат айтады. Маған да ешкімге зияны жоқ. А сендер мені бәрі мақтап, тозаққа жүр дейді. Бұл тілектес ес болып, академик аман болсын. Оның бәрі көшке. Ғани Қасым оны естіп, ол жасырып талай астырда. Мен оны бір мақтанайын деп отқажам. Нұреке айналайын, сен сұрадың менен баяғыда көмекті. Қанша біз көмектестік, сенен бір көмек алған жоқпыз ба? Сенің өзің атағыңа қатысты, өзің абырой үшін. Ел абырой бұна Тоқаев, бұна халқым, ел жүрегі, қазақ, батыр, әр жанұяға тілектес бұдырайды. Сен соны айтып атып айналайын. Нұреке. Енді жалпысында алғанда, төсекте қалғып, мызғып, ұйықтап жатқан қазақты орнынан тұрғызған аңыз адам Амантай қажы десек болады. Қазірдің өзінде біз аттан Қазақстан де жолдан келірсек те, позитивті адам дейді ғой. Позитивті адам жанында өмір сүруге адам құлшынады. Ал енді негативті өмір, анау үкімет жаман, анау жаман, бәр жаман, тек өзі ғана жақсы адам. Ол өмір жандағы адамдар одан қашады. Анау зарлай кетеді көрінсе. Ал бұл кісі келе жатқанда адам өмір сүруге құлшынады. Осындай бізде қазір бұл кісі жасы 25-те десек болады Амантай қажының. Энергиясын, қуаты Алланың берген. Таңертең стадионда жүгіресіз. Стадионда жүгіресіз аға? Мен айналайын, Египетте де жүгірмеймін, мен жүремін. Мына енді спортсмен дейміз ғой, физкультурадан. Мұны көп жігіттер дұрыс түсінбейді. Мен талай 50 жылдан артық жүрмін ғой. Ана зағыптардың дом приюты дейді ғой, 22 жыл тұр, 52 жыл тұрамын мен. Мен омен мақтанамын. Мына өкіметтің, мемлекеттің нашарлығы соны бір кеңейтіп, оны қазір жаңа айттым ғой, жігіттер арзасы. Бұл Тоқаевтың құлағына алтын сырға, мына Ермұратқа, Бекмұратпен Досаевқа. Бұлар оны істемесе, бұлардың жолы қиын болады айналайын. Мен сауап үшін істеймін. Мен ол бір мақтаныш, жаңа бір абырой, олар сауап үшін істеуге, Қасым Тоқаев қадымы бәрі өте жақсы айналайын. Асты-асты оның мәдениеті бейгіл біліп отыр. Мен оны шешесінің басында, асында бата бергенді айтпаймын. Ол өздері шақырған сонда. Премьер-министр кезінде. Қараш, ол сонда біліп отыр.
Afsаттар қажыған жерде отыр, маған төрге отырғызып қойып, астың басын батасы жасатты. Қасында Серік Қирабаев өліп кетті, денеме қамдалып. Олардың сөзі Амантай қажының батасынан кейін фатиқасы космодром болып аспанға ұшып қайтып кетті. Мен бұны халық білсін деп, бірақ Тоқаевтан ешқандай көмек алған емеспін. Маған емес, зағиптарға көмектесін. Бұл керек болса, менің талабым емес, ультиматум деп айта алмаймын. Бұл соңғы менің өтінішім. Ал оны көмектеспесе, олардың алдында тосқауылдар бар. Алланың жолда жүрмесе қиын болады. Бұның әкесі зор болған. Барып басына Үштебеген ауыл, Жетісу облысы барып қорын оқытып, 40 үйде аста шақырып, бата беріп. Мына қасымда, мына жаңа Бақытқан Абиров болды, басқа жігіттер, сол ауылдың жігіттер қарсы алып, үйіне шақырып, кемпір шалдар жалайырлар екен. Маған шапан беріп, бата сұрады. Соңында қалды. Мен халықтың махаббатын, мені қолдағанын жақсы білем. Мен халықты, халық мені жақсы көреді, сыйлайды. Мен бірақ олардан 2 рет жақсы көрем. Оларды құрметтеймін. Ama сонда маған оны Алла беріп тұр. Саған рахмет жолдас. Көз тимесін, сіз айта берме көп. Амантай қажы, сіз таң атады ғой. Таң атқанда сізді телефондардың шырылы көмек сұраудан бастала ма адам? Да. Күнде қанша адамға көмектесесіз? Ой, айналайын тұрады. Сен онымен бір жарысып нағылып. Мен бір өте бақытты, бірақ жақсы сұрақ. Бақытты екенді мен уже біраз жыл білем, 20 жылдан артық білем. Мына 30 жылдан артып полигонның сақыптары мыңдаған. 500 үйін, мына Жұмалиева мен Мұханова 500 квартирде болған адам мен. Картошка, пияз, қияр, шубат, шай, пай, ұн, күріш, қант, қаппен көтерген адам мен. 4-5 машинамен баяғы коронавирус кезінде олар ауырып жатыр. Оны дағыдан маған Құдай береді. Мен бәрі қалтамдан шығады. Мен бала шағаммен бәрін айттым ғой. 2 жіп, 2 үй салуға болады екен. Коттедж. Ол маған мына менің мұсылман бауырларым көмектескені. Міне кеше оны айттым ғой. Полигонның зағиптарына міне аз да болса да генерал Шардарбаев былай ықылас беріп тұр. Кішкентай болса да. Міне ол генерал күні Асанбай Асқаров қандай маған баға берді. Ой, бұл иманды болар. Басында өнеме қоралақ тұрам. Демекенің басында. И астарында. Оны кей бұна айналайын. Баяғы патриоттар Олжас Сүлейменов ол зор көмектесті зағиптарға. Әне күні әйелін мұсылманша шығартып қой. Мұсылман Маргарита Владимировна. Оның әке шешесі әулиеада болған. Тамара Григорьевна. Оны мен қойғам жанасы. Христиандар, правос. Соның әйелі Амантай қажы мұсылманша шығар деп өсиет берген. Көрдіңіз бе? Келін. Ол жекенің оның кемшіліктері мен жақсы білем. Оның алдында Валерий деген әтес келіп, ана қыздары бар ғой енді. Орыс болған екен. Келіп, ол өзінше правос отпевать етті. Мен далаға шығарып, өзім намаз отырып, азан шақырып, мұсылман шығардым. Соны Олжас қанша министрлер отыр, асында, басында Құран оқып қойғанда асында қанша министрлер, әкім отыр қаланың орнында. Мына Амантай қажы, енді орысша сөз святой, ол өте зор азамат, оны түсінбейді. Менің анам, Маргарита да айтқан, анасы да, ол әулие адам деп айтты. Біреулер оған күлет дейді. Ал оның істегенін ол газетке де жазды. Мен о жерде оны айтатын сөзін бәрін айтты. Амантай қажы ешкім тегі жоқ. Қоғамдар қосып істемейді. Ол сондан әкімдерді айтып отыр. Мен ол жекенің ол еңбегі, ол сөзбен жеткізбеймін. Бірақ онда да кемшілік бар. Назарбаев полигонды жапты деп 30 жыл. Оның дипломат қой. Анау қазір полигонды халық жапты деп отыр. Оның алдында егеменді жарлағанда бәрі көшсе 91 жылы. Ол жерде алаңда аттан Амантай қажы емес полигон жапты кетті деп айтқаны. Оны Заманбек тағы айтып. Қандай барқырап даусын білесің ғой. Енді мен сен біраз айтып қалдың, қабыл болсын. Сен Амантай қажы жалпы осының бәрін жасайды. Енді өкімет басшылары атаға зағыптарға көмектессе, мен 4 миллион қазаққа үндеу салам. Бұндай өкімет кімге керек деп.
Мен оны бейбітшілік сақтап тұрмын деп, ынтымағымыз зор болсын. Тоқаевымыз, бірақ бұлар ана кабинет өскен бешаралар, сорлар, кресло, кабинет, мына деп өліп кетендер бар. Енді қазір біздің экранда бүткіл әлем көреді. Да? YouTube желісі деген. Сонда сіздің телефоныңыз жазылып тұр. Соны тыңдаған биліктегілер оны жерде қалдырмайды деп ойлаймын. Оныкі бұла менің телефон. Ғана үй салып оларға сөз емес. Жоқ, менің телефоным 8-778-950-76-77 екі телефон бар. Осы телефонға көбірек қалды. 8-778-950-76-77. Әкім сынақтар, мафия коррупция. Ана Адылғазыны 40 болады, 14-сі күні айттым ғой. Ақсай 3, ұжын деген мемеға. Соған садаға беріңдер. Естіңдер. Менің үйім Наурызбай Батыр 24, есік ашық, таза, адал, әділет жолдан. Бұны қазақшада айтып, орысшада, братья и сестры, мы оны больше 300 лет помогаем слепым, то, что оттам на весь мир поднял знамя Казахстана, теперь завершил его на родине фараонов в Египте. На пирамиде, перед пирамидой, в прошлом году были 2 дочери, Аймана, Бибигуля, подняли знамя независимости Казахстана, а в этом году они мне дали путевку туда, и мы останемся там подняли. За мир, за братство, за единство, солидарность, без войн, коррупции, всего человечества. Да здравствует Казахстан, а там Казахстан, за мир всех стран. Долой войну, коррупцию. Меня там в Египте встречали русские наши братья. Ой, слава вам. Украинцы, белорусы. Там арабы из Италии вот этого. Приезжали французы, англичане, немцы. Когда меня там арабы как встретили, я тоже пою гимн наш Казахстана. Создание, итальянцы подходили, говорят, мы его знаем. И я запел, Виктор, это не стирай. О, соля миа, мой френд, а ты. И голос зазвучал, и они запели. И состоялся такой стихийный, народный, многонациональный, интернациональный митинг, акция мира там, в Египте, 250 гостиниц приемных. Это называется Сея Шейх Агува парк. Наша гостиница. Там они сняли и передавали. Одна белорусская журналистка Елена, бесподобно, она мне допрашивала там, оказывается, она гидом работает и передала в Белоруссию с приветствием белорусского народа. Лукашенко, там же мой отец лежит, село Шапура, Витебская область, на Белоруссии. Мы там ездили, давали молитвенный обед, молились. Мой отец, Асылбек Кантемир, герой Советского Союза, оставив 9 детей с бабушкой, с матерью, не вернулся. Через 70 лет нашли могилу с моим братом, старшим выдающимся академиком Малик Хантемирлу Асылбеком. Он с женой, я с дочкой ездил, отец. Оставил 9 детей. И из них мать с бабушкой Кустубас, ясновидящие, и бабушка Ережеп, внучка Хабамбай Батыра, внучка Туркбай Батыр, это Коврат, Найман, похоронив 4-5 нас вырастили. Подвиг моей матери, Кустубас, нареченная, она родила 7 сыновей, переводом не рожай девочку и бабушку. Это они мне вдохновили, они мне дают. Я отца не видел. И тут попался мне Жулдус, журналистка Виктор. Как-то приходит ко мне. Я в Монтегаже вас буду пропагандировать, она много. Чувствуется, она идет к молебню, к Аллаху. Я и сразу позвонил, смотри, Виктор, Ратпекажу перемуфтил. Пиши, говорю, на хадж. Фамилию ее. И он повез за счет мусульманства на первый хадж, она поехала. Ратпекаж живой. Вот она оправдала доверие. А сейчас она сама организует группу. Ой, какой ты молодец, Жулдас. Я это говорю не потому, что ты мне там наконец отдаешь должное. Ты сама заслужил этого.
Если ты будешь меня не показывать, я тебе все равно говорю, если мои, вот это, некоторые ты раньше это делал, я тебе сниму с работы. Дополнительно отправлю на 41-й хадж. За мой счет. Рахмет. Амантай қажы, сіздің қазақ журналистикасына қосқан үлесіңіз өте көп, әсіресе телеарналарға. Оның ішінде біздің Рахат телеарнасы, СТВ телеарнасы, қазір Алатау телеарнасына айналды. Көптеген Светлана Ивановна Татенко сізді ерекше бағалаған. Біздің ұстазымыз, телеарнаның іргетасын қалаушы, біз сол кісінің шәкірттеріміз. Содан бері бұл кісі эфирге келе жатқанда жұмадағы жүздесуге Светлана Ивановна маған тапсырма беріп қояды. Егер Амантай қажы қазір ашуланып жүріп кетсе студияда, біз музыкальный номер дайындап қойыңыз. Амантай қажы жүргенде сендер ана нені музыканы қосып жіберіңдер дейді. Вот, я специально перевожу на русский язык, подожди. Это русскоязычное население даже. Вот Светлана Ивановна была. Она жива, кстати. 12 апреля 1939 года рождения. Она была директором СТВ, раньше назывался Рахат, потом СТВ. Это великолепная журналистка. Она поняла душу. Я специально говорю, православная, молодец Светлана Ивановна. Там еще Дарья была, ну это дочка ее. И это других я многих знаю. Людмила вот Скороходова. Она понимала душу Аттана, Хаджа Амантая и казахской нации. Многие же не понимали, почему Амантай Хаджи кричит, орет, а я за свободу. Она поняла, и она переводит, говорит, Амантай Хаджи, если вдруг занервничает, вы включите, она переводит музыкальную передачу. Он успокоится и сразу будет. Правильно, это умница была. Это самая лучшая журналистка в Казахстане, которая воспитала вот Мана Бахчана, Жанузаха, тебя, я про казах говорю, я не говорю что про русских, там их сотни. Он даже одного журналиста, русского парня, даже уволил из-за меня. Ты, говорит, Амантай Хаджи, не понимаешь, он делает то, чиновника не делает. Это святой человек. Я говорю, не надо это, Светлану увольнять. Нет, он заслужил. Он даже домой приходил меня восстановить. Я говорю, я сюда не сказал. Но она говорит, я не за это просто слово. Это была крупная интернационалистка, национальный народный патриот казахского народа, Казахстана и мира, во всем мире. За дружбу мусульман, православных, Светлана Ивановна, я передаю вам привет с Мекки, с Мадины, со всех стран, которые мы прошли сознанием, Европы, Азии, Америки и с Египта. И мой подарок вам, надеюсь, готов, лишь бы вы приняли. Желаю вам здоровья, успехов. Все, очень хорошо ты напомнил, да. Я осы Светлана Ивановна Татенко қазақ жерінде, Қазақстанда ең алғаш телеарнада 1990 жылы Нұрнама бағдарламасын, ислам программасын ашып берді Светлана Ивановна Татенко. Сонда сол кісі сұрады, жұлдыз мен енді жәннаттық болам ба деп. Сол кезде, я сіз үшін біз Меккеде дұға қыламыз деп. Аллаға шүкір, ол кісі қазір тірі. Да. Алла разы болсын деймін Светлана. Да. И вот как ушла Светлана Ивановна, передачки вот православные, мусульманские нету. Вот безбожие государство. Вот православная наша сестра Светлана, пусть живет 100 лет больше. Она молодец. Ей заслугу Казахстана надо перед Токаевым орден минимум парасат за расцвет Казахстана. Аллах применит эту молитву тоже. Мінекей содан бері сол эфир басталар кезде тағы да қызық болатын. Екі қабатты, екінші қабатта бізде тікелей эфир студияда болады. Жоғары қабатта Светлана Ивановна Татенко бастығымыз отырады. Сосын барлық құлақтарына жаңағы наушник тыңдап тосып отырады. Амантай Хаджи келе жатыр, байқаңдар, қазір демонстрация жаса кетпесін, айтқанасын, жақсылап шай беріп шығарып салыңдар. Жұлдыз дұрыстап қабағына қарады, бәрі музыкальный номер дайын тұрады, екі этажда бәрі дайындық келе жатқанда. Амантай Хаджи келеді, келгеннен кейін Амантай Хаджиға мен айтамын, аға енді сіз қатты айқайламаңыз, сағат уақыт болды дегенде тоқтаңыз, басқа уақытта енді жүре беріңіз. Бұл кісі жарайды деп келісіп алды, ұмытып кетіп, минут қайда, қанша минут жеп қойыңдар уақытта деп айқайлайды. Сөйтсе ана кісілер музыкальный номер дайындап тұрады, бірақ сәтімен бұл кісі ақырында сол өзінің уақытынан артық уақыт алып 5 минут сөйтіп программаны аяқтап, бір қызық кезең болған жұмадағы жүздесу деген. Соны қайтару керек. Мына Бақытжан жаңа келді,
Құтты болсын. Айнабек бана баяғы қазақтың жігіті ғой енді, ислам үшін күрес жүрген. Сен айналайын балаң не құтты болсын. Міне жұлдызды, во-первых, жұмысқа ал Айнабек. Бұл саған сор қолдайтын директорға айтып отырмын. Сенде журналист Қазақстанға бұлай керек. СТВ-ға бірінші сен алу керек. Бақытжан әлі жұмыссыз алмаған ба деймін. Енді ол жұмысқа мен алынған ол жұмысқа, бірақ мен енді мекеге барып келдім ғой қазір. Қабыл болсын. Умра қажылық адамдарды апарып Құтты болсын да. Сондықтан ол жұмыс ары қарай жалғасады, бірақ енді сол кезең қайтып келе ме келмей ме, бірақ өз кезеңінде сол кезеңде бүткіл қазақ телеарналарының арасында Рахат телеарнасының орны өте ерекше. Қазақстан телеарналарының ішінде ең бірінші ислам программасын ашуға рұқсат берген Светлана Ивановна Татенко ғұмыры ұзақ болсын деймін. Рахмет. Оған себепкер болып бір-біріне мұрындық болған Амантай қажы. Аттан башты. Шыңғыс қажы Суқабатыр, ол кісі өз қалтасынан қаражат төлеп демеуші болып тікелей эфир ашуға себепкер болды. Сондықтан енді ары қарай қазір Алла тағала мынау ел техника қарыштап дамыған сайын онлайн желісі YouTube студия ашуға Алла тағала нәсіп етті. Қазір кім не айтқысы келеді, еркіндік. Амантай қажы біздің студияда үнемі өзінің ойындағы халықтың ойын осы YouTube желісінде жеткізіп отыр. Енді өткен айда Алатау арнасында қайтадан Амантай қажы жарыққа шықты. Құтты болсын, осы ары қарай жалғаса берсін дейміз. Қандай тілекпен айтасыз? Айналайын, сен дұрыс айттың. Біздің итерташтық еркіндік. Еркіндік дегенler әркім әртүрлі айтты. Мен Алланың бұйрығынан шықпаймын. Мен бейбітшілік туын көтерген адаммын. Ынтымағым зор болды, бата беріп жүрмін. Қайратым, қуатым, бұл мемлекет болды. Ана далбаса бәдік жындылармен мен оларға баяғы қаңтарда да қарсы шыққам. Олардың өзінің бандиттер бастықтары бар екен. Мен өрден бата беріп, олар тыныштыққа шақырғам мен. Бұны ашық айтып отырмын. Рахмет Жұлдыз, қанша уақыт болды өзі? Біраз уақыт болды. Енді сіздің әдеттегідей қазақи салт дәстүрі бойынша Амантай қажының батасын енді 3 патша бата берген Амантай қажы. Білесіздер, Қонаевтың кезінде де бұл кісі 3 патшаға де? Патшаға енді Қонаевтың кезінде Қонаевқа бата берген. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына бата берген. Қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевқа бата берген. Үлкен ғұламаларға бата берген. Тіпті барлық адамдар қарапайым халық бата алуға келеді бұл кісіге. Тіпті бала көтермеген әйелдер де келіп перзент сүйіп жатады. Науқастар келіп бата алып, олар шипа тауып жатады. Үйленбегендер үйленіп, тұрмысқа шықпағандар тұрмысқа шығып жатады. Бұл кісінің екінші бір жақ қасиеті, Алланың бойында берген өзінің қасиеті бар. Бұл кісі оған мән бермейді. Бірақ айтып тұрмын ғой, көшеге шыққанда Аллаху акбар деп кім айқайлай алады? Бұл кісі айқайлағанда бүткіл көшедегі қазақ орыс бірақ жиналады. Осы бұлай орнынан бұлай жерден аяқ. Осындай қасиетті адамдарды біз құрметтеуіміз керек, көз түрсінде марапаттауымыз керек. Халық марапаттап отыр, үкімет тарапынан шіркін марапаттаса деген ой бар. Қабыл болсын. Батаңызды аяқтасақ. Бірінші Жұлдыз, саған рахмет. Бүгін сен енді өзің шын ықыласпен айтып отырсың, қабыл болсын. Сенің көңілің, сен үлкен елдің журналисің, ислам туын көтеріп, Меккеде, Мадинада хайырлық, қанша сағаттарға ас болғанда 30 жыл сен солардың бәрін көрсетіп жүрсің. Оны ешқандай журналист көрсетпеген. Сенің Алланың бұйрығымен сенің айнала жеңісің алды. Аман болсын. Көңіл айттық қой, Құран оқыдық. Ал енді мен бата бергенде бірінші бисмиллахир-рахманир-рахим. Халқым, енді дүниенің 4 бұрышында, пирамиданың қасында, басында, ана бәрі кім бейбарыстың мешітінде дуа оқып Алладан тіледім. Міне, қабыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи алямин. Ва салату ва салам расулина Muhammedin ala ashabin ajmain. Sadakallahu ve subhanallah velhamdülillah. La ilahe illallah ve Allahu ekber. Allah sebabuş. Allah velik. Oğday bana Teala. Kazağım benim yerim, Kazakistan'ım. Din İslam'a kuvvet verip, imanlı memleket bulup, hayratı kuvveti zor, bilimi köp, medeniyeti büyük, hayratı kuvveti mıhtı, imanlı memleket bulup, ıntımağımız zor bulup, birliğimiz zor bulup, beybi tuğup götürüp, dünyada мәңгі ел
отан Қазақстан болып жасай берсін. Аллах қолда, амин, Аллаху акбар. Теперь на русском языке я благодарю речную журналистку, Жулдыз, которая поднимается, растет. И Виктор, тебе спасибо, за братство. Молю Аллаха во всем мире, где мы проводили, это страны Азии, Африки, Европы, Америки. Теперь великие истории иметь Египет, пирамида, 3,5 веков. Молился там, подняв знамя Казахстана, ислама, в месяц рождения великого нашего пророка Мухаммеда, алейкум ассалам. Молюсь за Казахстан, за братство, за мир всех стран. О, Аллах, прими мои молитвы, чтобы Казахстан процветал во веки веков, чтобы в Казахстане казахский народ, все мусульмане, все православные, все буддисты, все иудаисты, все боговерующие, люди всех национальностей, живущие в Казахстане, в братстве, в единстве, процветали, в каждой семье было счастье. Во веки веков, чтобы Казахстан стал великим государством, мощным, сильным, с высокой культурой, с высоким интеллектом, менталитетом, единством, богатством, сильным, я сказал. И наш Жулдыз Виктор, и все наши пропагандисты оттана, сейчас народ наш процветал во веки веков. Аллах прими, Аллаху акбар, бисмилляхи рахмани рахим, субханаллах, вальхамдулилlah, Аллаху акбар, Аллах всемогущ, Аллах велик, Аллах силен, Аллаха веление, прежде всего, честь и родина, прежде всего, Аллаху акбар, амин. Да будет так. Аттан Казахстан, жаса Амантай қажы. Аттан наш клич. От предков клич свобода. Оттан Казахстан умещает в себе сердцем все народов весь Казахстан. А сейчас ради исцеления планеты от всеобщих зол, Оттан Казахстан совершает наше спасение и сокрушает произвол.